Мьянмар мен Таиландта жер сілкінді. 7,8 балл. Өлген адамда қисап жоқ. Құлаған құрылыстардың дені Қытай коммунистері салып берген, инвестиция салған құрылыстар. Енді менің айтайын дегенім, мен осы бәленбай жылдан бері қазақтарға Мьянмарға, Таиландқа, жалпы оңтүстік шығыс Азияға бармаңдар деп жатырмын. Қазір оңтүстік шығыс Азияға алдап алып барып неше түрлі жұмыс береміз деп неше түрлі үлкен компанияларға жұмысқа алғансып, интервью өткізгенсіп, алдымен Түркияға, Дубайға жұмысқа шақырып, сосын әбден көзін үйреткесін барып, жаңағы Бангкокқа, Паттайяға, Таиландтың қалаларын, одан ары қарай Мьянмарға жіберіп, сосын ары қарай бұл жігіттерді, қыздарды жоғалтып жібереді. Қайда кетеді? Қытай коммунистерінің осы Мьянмарды, Таиландты база қыла отырып, сол арада адамдарды, әсіресе жастарды тірідей сойып, ішкі ағзаларын, бауыр бүйректерін саудалайтын үлкен қылмыстар осы жерде жасалады. Осы орайда мен қазақтарға тағы да айтамын. Балаларыңды, туыс-туғандарыңды оңтүстік шығыс Азия жаққа аттап бастырмаңдар. Бұл енді Қытай тілінде, ағылшын тілінде көп дерек білмейтін адамдар барады о жаққа. Ағылшын тілінде, Қытай тілінде қазір осы Мьянмардың қылмыстық топтары мен Таиландтағы Қытай коммунистеріне жұмыс істейтін қылмыстық топтар бүкіл дүние жүзіндегі адамды тірідей сойып, ішкі ағзаларын, бауыр бүйректерін саудалайтын қылмыстың ордасы осы жер екендігін біледі. Мен осы арада сіздерден өтінемін, айналаларыңызға таратыңыздар, жеткізіңіздер. Өзара әңгімелесіп отырғанда осы ақпаратты айтыңыздар. Қазақтың мына екі қолға бір жұмыс таппай қиналған жастары қазір осылай қаңғуды тоқтатсын осылай. Осы жаққа